Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы көксерек бейнесі, пейзаж суреттеу. Оқу мақсаты шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, шығармадағы көркемдегіш құралдардың символ, синектоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысын талдау. Күтілетін нәтиже шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдайды. Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Оның авторы Мұхтар Әуезов. Бұл әңгіме 1929 жылы жазылған. Реалистік әдебиет дәстүрі тудырған мотивтік шеберлік палитрасындағы сан алуан бояулар мүмкіндігін өз мұратына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазылған жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған, адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен, оның ет бауырын езіп жара салған көкжал сол адам қолынан өлім тапты. Образда ой символдық ойға, әуенді сарын үлкен идеяға ұласып, сахара топырағындағы шындықты қанық бояу, айқын колоритпен бейнелеген көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Көксерек тұңғыш рет жаңа әдебиет журналында жарияланды. Әуезовтің Қараш-Қараш, Қилы заман кітаптарында 12-20 томдық шығармалар жинақтарына шықты. Бірнеше рет жеке кітап болып басылды. Пантелеев аудармасымен Новый мир журналында жарық көрді. Көптеген шет тілдеріне аударылды. 1977 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жеке кітап болып шықты. Шығарма бойынша көксерек көркем фильмі түсірілді. Қазақ, неміс, орыс тілдерінде спектакльдер қойылды. Көксеректің бейнесіне сипаттама беріңдер. Мұнда кестені толтырамыз. Көксерек шығармада қалай бейнеленеді, соны жазып шығамыз. Және кері байланыс тапсырмасы. 11-ші тапсырма. Аққасқа мен көксеректің арасында қандай ұқсастықтар, айырмашылықтар бар екенін, ит пен қасқырдың мінезін салыстырып кестені толтырамыз. Яғни ұқсастығы мен айырмашылығын жазып шығамыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.